Ассалаумағалейкум әлеумет, кезекті шығарылым Ташкенттен. Әңгімені тарихтан бастасақ, 2002 жылы Узавтосанат мемлекеттік компаниясы мен GM концерні банкротқа ұшыраған Уздеу компаниясын сатып алып, ортақ GM Өзбекстан деген компанияны құрды. Ал 2015 жылы Равон деген марка пайда болды. Қазір мұна көлік бізде Равон деп аталады, ал Өзбекстанда, яғни ішкі нарыққа бұл көліктің атауы Chevrolet Nexia. Keldilar nozila qadam tashlab, o'tqalab yurakka dilni g'ashlab, ko'rganlar hayratda yo'q tishlab, qoldilar zebo raqsni boshlab olgoh. Равон деген қазақша рауан, яғни сәуле, шуақ. Расменде Өзбекстанның күн шуағына айналған марка бүтін елді автомен қамтамасыз етіп отыр. Равон Қазақстанға оралғанымен, биыл қайтадан оралды ғой, бағасы қымбаттады. Бұрында 2,7 миллион теңгеден аспаған көлік қазіргі таңда 5 миллион тұрады. Және оның бірақ үлгісі Қазақстанда қол жетімді. Бағаның шарықтауы Өзбекстанның жаңа бизнес моделімен байланысты. Қазіргі таңда өзбектер экспортқа көлікті бұрынғыдай арзан сатпайды. Өзбекстан азаматтары көлік салығын төлемейді. Бірақ жол салығы деген бар, оның өзі бензиннің бағасына, яғни сұйық отын құнына кіргізілген. 91-ші бензин көршілес мемлекетте 4500 сом, дизель отынның құны 4700 сом, ал газ 1900 сом. Көлік сатып алу үшін бұл жерде кезекке тұру керек. Көліктер кредитке беріледі. Өзбекстан азаматтары үшін пайыздық үстемесі 22-ні құрайды. 15-20 күн күте тұрса, және 30% алғашқы жарнасын төлесе, мемлекет көлікті ұсынуға дайын. Ал егер адам өзінің жиған терген ақшасына бірден сатып алам десе, көлікті алғашқы жарна ретінде 85%-ын құю керек, ал қалған 15%-ды сол машинаны қолға алған кезде төлеп тастайды. Басты ерекшеліктердің ең біріншісі, мұнда 1.2, 1.4 литрлі Aveo'ның моторы емес, GM-нің 1.5-і қойылады. 107 аттың күші көліктің жылдамдығын 12 секундта 100-ге жеткізеді. Бұл мотор сұйық отынды анша-мұнша талғай бермейді. Жалпы Өзбекстанда сұйық отынның сапасы біздікінен де нашар, сондықтан бұл көлік сұйық отын талғамайды, кез келген бензинмен жүре беруге дайын. 16 клапан 4 цилиндр қаладағы және қала сыртындағы жүріске жарап тұр. Мұндағы орташа табысы бар кісілер Chevrolet Nexia, яғни Ravon R3-ті өте қатты жақсы көреді. Ravon R3-тің екінші ерекшелігі трансмиссия. Мұнда қорабы жаңартылған. Былтырғы жылдан бері Равонға 6 сатылы гидротрансформаторлы автомат қойылып жатыр, ал механикасы 5 сатылы. Үшінші ерекшелігі шассиі. Ravon R3 қарапайым Aveo'дан 1 центнерге ауыррақ, соның арқасында бағыттық тұрақтылығы керемет. Ғылым заманнан бері Өзбекстанда белдік тағу дәстүр жоқ. Бірақ Алматыдағы дәстүр бойынша белдікті тағып алдым, енді көліктің аспасы жөнінде әңгімен бастасам. Жалпы Ravon R3 қатты айтарлықтай бір мақтайтын көлік емес. Бұл Б санатындағы С-ға жақынырақ көлік. Аспасы орта деңгейлі, алдында Макферсон, артында қарапайым иінтіректер. Ең негізгі екі минусы бар бұл көліктің. Біріншісі дыбыс изоляциясы, сырттан көптеген дыбыстар кіріп жатады салонға. Екінші үлкен негізгі минус, артында орын аз, 3 адам емін-еркін отыра алмайды, өкінішке қарай. Қанша дегенмен Ravon деген бюджеттік көлік, сондықтан аспасы керемет, жұмсақ емес, қараңыздар. Барлығы сезіліп отыр, тәуелсіз аспасы жоқ, бір қымбат көліктердегі сияқты. Мынау әлгі Nexia ма деп сұрайсыз ғой? Жоқ, қазір бәрін түсіндірем. Бұл модель әлемде әр түрліше аталады. Chevrolet Kalos, Chevrolet Sonic, Chevrolet Lova, тіпті Zaz Vida.
T255 шанағы жаңа Nexia R3-ті құрастыруға негіз болды. Алдына хэтчбектің тұмсығы салынды, ал шетінен бұл ескі Aveo. Мүмкіндіктің шектелуімен креативтің көптігі міне мынандай шешімдерге алып келеді достар. Бұл Mercedes-тің рөлі, байқасаңыздар, Mercedes-тің дефлекторы Ravon R3-те. Таңғаларлық жағдай. Бұл өзбекше тюнинг. Көлік иелері сондай-ақ Aqua Printқа тапсырыс беріп, мына дефлекторлардың сыртын әрлейді, әдемілеп карбонға ұқсайды, бірақ бұл қарапайым Aqua Print. Алдыңғы көрсеткіштер блогы бізде кастомдық, яғни көлік иесі осымен айналысатын компанияларға тапсырыс беріп, оны өзгертті. Қараңыздар, көрсеткіштері қандай әдемі. Артық ештеңе жоқ, байқасақ. Дұрыс тюнинг деген осы. Өзбектерде жаңа пульт синдромы деген ауру бар. Кейде тіпті 300-400 мың жүрген көліктердің мына батырмалары пакетпен қапталған, олар жыртылып қалса тіпті скотчпен бүтіндеп қояды. Қараңыздар, орталық туннельдің бетінде тұрған бізде селектордың тұтқасы да пакетпен қапталған. Дәл осы күйінде мына көлік 150 мың шақырым тағы да өтуі мүмкін. Барлық жерде бір марканың көліктері жүргендіктен аздаған қиындықтар туындайды. Көлігі жоқ адамдарға және туристер үшін. Мысалы, біз қонақ үйден шығып, такси жалдап қоямыз ғой, ол келіп жатады, сосын бізге хабарласады, мен келіп тұрмын, ақ Nexia мен күтіп тұрмын сіздерді дейді. Шығып қалсаң, көшеде барлығы ақ Nexia-лар. Қайсысы екенін табу қиын. Бауырлар, қуаныңдар. Қазақстанда тонировка үшін ақша сұрамайды өкімет. Ташкентте егер көліктің артқы жарты сферасын қараға бояп тастаймын, немесе ішінен қаралап тастаймын десеңіз, жылына $2000 көлемінде салық төлейсіз. Бұл біраз ақша Өзбекстан азаматтары үшін, сондықтан ауқатты кісілер ғана тонировканы жасата алады. Білесіздер, Өзбекстанда жазда өте ыстық, ауа температурасы 45-50 градусқа дейін жетеді. Сол кезде тонировкасы жүру өте қиын. Желтоқсан айының өзінде далада ауа температурасы +8-ді көрсетіп тұр. Алматыда -15, Астанада -80. Мені мына нәрсе таңғалдырды достар. Ravonның алдыңғы және артқы есіктері әр түрліше жабылады ғой, қараңыздар. Алдыңғысы кішкене ақырын және тұнық жабылатындай, ал артқысы қатты даңғырлайды. Осындай ерекшелік техникалық. Былтырғы жылы Ravon R3-тің салоны айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Ол мына орындықтардың қаптауына байланысты. Қазір байқасаңыздар, бұл қара түсті, кезінде қоңыр болған, және орындықтың архитектурасы кішкене өзгерді. Шеткі тіреуіштері қазір сезіледі, және өзі кішкене ірі болып алды. Шеттен байқасаңыздар, кәдімгідей бір орта жақсы класстағы көліктерге ұқсайды. Қазір артқы жақта орын бар мекен жоқ пекен, соны сіздерге көрсетеміз. Салонның артқы бөлігінде 2 адамға орын бар, 3-ші адамға кішкене қиындау болады отырған. Бірақ маған ұнағаны ортаңғы туннель артқы жақта биік емес, яғни адам еш қиындықсыз көліктің сол жағынан оң жағына өте алады. Байқасаңыздар, есіктің картында арнайы бөлімше жоқ, заттарды салатын кітап, кесе, құты салатын ештеңе жоқ, сондықтан бұл аздаған ыңғайсыздық тудырады. Бірақ бұл эконом класстың бірден бір белгісі. Арзан көліктен не сұраймыз? Өз деңгейінде Ravon қарсыластарының алдында оқ бойы озат көптеген тұстары бойынша. Ол қарапайымдығы, миды ашытпайтын моторы және сенімді трансмиссиясы. Осы 3 негізгі фактор Ravon'ды нағыз бәсекеге қабілетті көлік қылады.